Бұған дейін өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Тимур Қарағойшин Қазақстан территориясының 45% сейсмикалық қауіпті аймаққа жататынын айтқан еді. Еліміз бойынша Алматыда ғана бір сейсмикалық станция бар. Ол аздық етпей ме? Арнайы сейсмикалық кодекс қабылдайтын уақыт жетті ме? Сұраққа мен былай жауап берейін. Негізі Қазақстанның енді 45% деп қай жерде айтылған мен естіген жоқ, но бірақ 3-тен 1% сейсмикалық қауіпті аймақ, оның ішінде 50 нүкте бұл өте аса қауіпті аймақ болып есептеледі. Ал енді анау ұлттық жаңа сейсмология орталығының мәліметі бойынша сейсмикалық орталық тек Алматы қаласында емес, Қазақстанда ол 7 жерде деп айтылады ақпараттарда. Бірақ сол ұлттық орталықтың өзінің сұранысы бойынша сейсмикалық орталық біздің барлық 20 регионда да болу қажет негізі. Оның болмай отырғандағы себебінің біріншіден бізде қазір уақытта маман тапшы. Оны алдын ала анықтайтын, онымен жұмыс жасайтын, осы қазір бірінші кезекте кадр дайындау керек. Екінші кезекте сейсмикалық орталықтарды әрбір жаңағы өте қауіпті аймақтардың барлығын орнату керек. Ол міндетті түрде керек. Бұл туралы жақында болған көптеген дөңгелек үстел семинарлардың барлығында айтылды. Сондықтан менің пікірім, депутат ретінде, біз бұл сейсмика қаупіне байланысты жұмысты күшейтуіміз қажет. Қажет болмаса мемлекеттен қанша қаражат керек, қаражат беруіміз қажет. Өйткені біз үшін ең бірінші халықтың өмірі бірінші кезекте. Енді қазір мынау сәулет және қала құрылысы туралы заң бізге кірді мәжіліске. Осы жерде енді мынау заңның негізгі жобасы бар қолымызда, оны көрдік барлығымыз. Ол жерде көптеген кемшіліктер бар. Өткенде біздің депутаттар презентация жасап талқылау жасаған кезде заңды 50%-ға жаратпай тастады. Өйткені бұрынғы ескі заңды көшіріп алып келген, шын мәнінде оны біз қарап шықтық. Заң шикі заңды қайтадан толықтау керек. Ол үшін мен ойымша кем дегенде бір 100-ден аса поправкалар енгізу керек ұсыныстар. Осы заң егер өз деңгейінде енетін болатын болса, онда арнайы сейсмикалық заңды енгізудің мен ойымша қажеті жоқ. Егер осы жерде барлық қарастырылатын болса, ал егер бұл заңда ол мәселелер қаралмай кететін болса, онда шын мәнінде арнайы заң қабылдау мен ойымша қажет деп есептеймін. Бұл мәселе бойынша біз осы заң жобасын таныстыруында мәселені қойып қазір тиісті түзетулерді беріп жатырмыз. Ол бір. Екіншіден, шын мәнінде арнайы институт бар. Бұл институттың жалпы материал-техникалық базасы бойынша сұрақтар өте көп. Ол бір. Екіншіден, бұл институттың жаңа сіз айтқан сейсмикалық станцияларын жалпы жабдықтау бойынша олардың желісін тиісті біздің сұранысқа сәйкес ету бойынша шын мәнінде сұрақтар бар. Бұл мәселені біз қойып жатырмыз. Қазіргі уақытта төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша министрлік және де басқа да мемлекеттік органдар осы мәселемен айналысып жатыр. Сондықтан жалпы бұл қойылып отырған сұрақ заңды осы бағытта көп жұмыс істеу керек. Сейсмикалық заң қабылдауға болады. Өйткені шынымен де біздің елді мекендердің көбісі қазір кетіп барады. Өйткені қазба байлықтарында байланысты проблема бар. Мысалы, мұнай шығаратын жерлер көп қазір, мысалда. Бүкіл батыс облыстарында мұнай шығаратын жерлердің бар. Мысалы, даже Қызылорда облысын айтайын сізге. Қазір мысалы бұрын 4-5 балл болатын болса, қазір 6-7 баллға өсіп баратыр. Енді мәселе бар. Сондықтан да сейсмологиялық зерттеулерді көбейтуіміз керек, сейсмостанцияларды көбейтуіміз керек болашақта. Өйткені біз болашақта бұл енді біздің тұрғындарымыздың қауіпсіздігі. Сондықтан да бұл жұмыс жүргізілу керек. Ойыңызды нақтылаңызшы, яғни тау жыныстары босап қалады дедіңіз ғой. Кешегі көрдіңіз ғой, мысалы Майқайың алтынның өзінде анандай болды. Мысалы Қарағанды облысында да көп жердің астында мысалы қалалар түсіп кетуі мүмкін. 100 мыңдаған километр түсіп кетуі мүмкін бұл жерде. Сондықтан да зерттеу жүргізу керек. Әрине күндегі Алматыда болған жер сілкінісі бәрін қобалжытты, ойландырды ғой. Енді Алматыда бар деп айтайықшы жарайдан. Бізде басқа да сейсмикалық аймақтар бар ғой. Шығыс Қазақстанда айту керек. Бізде таулы аймақтардың барлығына әрине керек. Қазір құрылыс нормаларына да бақылау қалай болса солай салып жатқан онда жасырды емес. Алматыға барамыз. 2 күн бүгінде шағын бел. Мына қазір апорт алдын орда маңында салып жатқан Алма Сити болсын, баяғы Алғабастағы ғимараттар. Жап-жаңа ғимарат бір жағда қисайып тұр. Қалай түсінеміз? Оның іргетасы дұрыс қаланбаған. Оның бәрін енді бақылауға алуымыз керек қой. Елдің тағдыры, ұлттық қауіпсіздік мәселесі оның барлығы. Сондықтан міндетті түрде бақылауды күшейту керек. Қазір енді құрылыс туралы кодекс бізге келіп түсті жұмыс тобына. Қазір осыған байланысты әртүрлі эксперттер бар, сарапшылар бар. Міндетті түрде нормалар енгіземіз, қатайтамыз заңды.